Мына помидорларға мынандай удобрение берген жақсы міне. Мана монокалий фосфат или сульфат калий. Екеуі де жақсы. Азотный удобрение бұларда и так бар. Перегной салынған. Соған плюс қызым екеуміз берейін деп жатық қазір. Осы мына 10 литрлік шелекке сульфат калийден 2 қасық салса болады. 1 қасық та болады, 2 қасық салса да болады. 12 литрлік шелек. Соны әр түпке 1 литрден құйып шығу керек. Бірінші суарылған жерге, бірінші жер суарылу керек жақсы. Сосын соған құйып шығу керек. Монофосфат калий мынадан да жақсы. Мынау хлорсыз калий. Монофосфат калий ішінде фосфор бар. 50% фосфор, 50% калий. Ағаштың күлі болса, соны да құюға болады. Ағаштың күлін таппаған кезде осы монокалий фосфатты құйған жақсы. Мынанша фосфор да бар. Мынаның ішінде тек калий бар. Хлорсыз удобрение. Олардан да жақсы гумат калий деген органический удобрение. Бұл мына менің цистернама, үлкен. Бұға мынадайдың 4-еуі кетеді ау деймін осындайдың. Оны мен клубникаға құям бұйырса. Клубникаға капельник поливпен сол цистернамен жібереміз. Сол ана нелеріне жақсы болуға, жақсы тамырланып кетуге и өнімдеріне жақсы құлақтанып кетуіне бәріне жақсы. Бұл ең жақсы удобрение гумат калий. Органический удобрение.